сол күні мен мамамның жұмыстарымен жүрген болатын, асығып кішкене. Сол кезде алдында автобус келе жатты да, что-то асықпай жүріп болды. Бір полоса екен, мен екі полосыма ұқпай келе жаттым, нарада автобус асықпай жүріп болды да осылай. И мен нарадан кірдім. Кірген бетте осылай, и мына жерден былай кірдім. Сосын мен сол жақпен организация етейін деп, мен ойлап қалдым басында ол автобус тоқтайды екен деп. Жұмысқа барып, обедте кетіп, тамағын беріп кетіп, в общем, машинамен немен де жұмысын өтті. Іс-әрекеттің әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 601 бабының 2 бөлігімен саралайды. Жазаны тағайындау барысында сот келесі мән-жайды ескереді, өз кінәсін мойындайды, өкініш білдіреді. Сонымен қатар, оның асырауында Семей қалалық сотының шешімімен әрекетке қабілетсіз деп танылған анасы бар. Сондықтан сот 601 баптың 2 бөлігімен әкімшілік айыппұл тағайындай отырып, сол айыппұлдың мөлшерін 30%-ға төмендетеді.